Достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 24 сағаттық техничканың өмірін көрсететін боламын. Техничка, яғни тазалаушы, пол жуушы деген мағынаны білдіреді. Мен автобусқа отырдым, бара жатырмын жұмысқа. Автобустан түстім. Енді асығудамын жұмысыма. Өте алыста жұмыс емес, екі ағастарымызда жер. Өте жақында емес, алыста емес, идеальный. Міне жұмысыма келдім, ыдыстар мені күтіп тұр. Достар, кухня ыстық болғаннан кейін қайта су іше береміз. Су ішіп ісіп кеттім, шынын айтсам. Көрініп тұрған шығар видеода қарын деген судан ісіп кетеді екен. Тазалап болғаннан кейін өзіме кішкене демалыс жарияладым. 5 минут отырамын осылай. Ыдыс жуған кезде қолым жаман болып кетеді. Сол үшін осындай перчаткаларды киемін. Әйтсе қолым, тырнағым дым қалмайтын болды. Тырнақтардың бәрі сынып кетеді екен. В общем, қолым быт-шыты шықты ғой. Қайта мен сіздерге жұмысқа киген бойдағы ыдыстарды көрсетпедім. Ол кезде камераны қосуға уақытым болмады. Міне енді уақытым болған кезде ыдыстар сәл аздау. Енді полды жууға кірісемін. Мен полды жуған кезде әлбетте хлор, жаңағы белизна ағартатын заттарды қосамын. Достар, бұл ресторан, кафе болғаннан кейін адамдар көп келеді, сондықтан аяқтың іздері қалып қояды. Сол үшін қайта жуа беру керек болды. Қайта жуа берем осылай. Хозяйкамыз ұрсады, егер ағал-жағал болып тұрса болды. Сен көмектесесің бұл? Ya, juga para guru. Kok ya semua? Ini anjing kau. Sushi жасап, жарас. Жарас. Ұқсамайды сияқты маған? Ұқсамайды, просто көзде көріп қалған. Иә. Бортикке жақпау керек деп айтты маған. Ал достар, қайтатын уақыт болды. Мен курьерді күтіп отырмын. Бәрімізге развозка бар, үйлерімізге апарып тастайды. Бірақ мен ең бірінші сағат түнгі 12-де қайтамын. Қалған курьерлар түнгі 3, таңғы 4-де қайтады. Мен осылай енді курьерді күтіп отырмын. Біздің курьер бірінші заказда апарады, содан кейін мені апарып тастайды. Мен осылай. Егер достар видео ұнаған болса, сіздерден әлбетте лайк күтемін.